Что екінші час. Короче, бұл жерде бұрында бір семья болатын. Олар қатты бақытты болатын. И потом олар сондай бақытты болады. Бірде олардың әкелері біреулерге қарыз болып қалады. Тұк. О, бұл кім? Қазір. Aşağıya. Sizler kimsizler? Бұл жерде Мақсат Әділбай ұлы тұра ма? Иә, тұрады. Не болды? Біз оған ана кісі бізді шақырып, астына арызам деп шақырды. Қарыз ұлты соны қайтармаған үшін. Не? Қазір мен оны шақырып келейін. Мақсат, тұршы. Біреулер қарызы төлемедіңдер деп келіп тұр полициямен. Не? Кім олар? Білмеймін, сені шақырып жатыр. Жүрші көрейік олар кім екен. Жүреді. О, Асқар, сен мұнда не істеп жүрсің? Қарызыңды қайтару үшін келдім. Қарызды қашан қайтарасың? Не, қандай қарыз? Өттік жынды болмаш. Сен айын бір 10 000 теңгедей қарыз едің. Сон қашан қайтарасың? Сен бір ай болмай тұрып қайтарам дегенсің. Бірақ бір емес уже 1 жыл өтіп кетті. Мен қайтарам. Сен қайтармайсың. Сен осы істеген үшін түрмеде ойланарсың. Қамай беріңдер, мен үстіне ар жазам. Өтінем, жоқ. Үстіне ар жазам. Жоқ, Мақсат етпе. Асқар, өтінем, етпе. Естеп тұр анау. Сен жындық кімге қаржылап жүрсің? Мен бала шағаным бар, әйелім бар, өтінем. Маған 2 ай уақыт берші. Төлеймін. Уақытым бітті. Мен үстіне ар жазам. Мақсат, тоқта деймін. Заң бойынша сізді қамалға алуыңыз керек. Жоқ, өтінем, жоқ. Мен қайтарам ғой. Жүріңіз, алып кетуім керек сізді. Мақсат, тоқта. Енді қалай өмір сүреміз? Тез полиция бөлімшесіне барайын. Әке? Мама? Қайтасыздар? Ойбай, не бересіз? Мама? Әке? Мам? Қайда кетіп қалды? Мен тасап кетіп қалды ма не? Бір өзің үйде қалай отырам? Қорқам. Мен телефонмен мамасындайыншы. Алло, қызым. Мама, сіздер қайықтасыздар? Мен қазір келем, есікті құлтап отыр. Жарайды. Мама, нақты екен ғой. Вот жыламайын. Қорқып отырмын. Таңға сейінші. Таңғы шоғы анан тамақ дайындамаған ба? Үйде продукттар тасып қалыпты ғой. Магазинге бару керек. Мама, бірақ маған шықпады еді. Әке, мен қорқып жаттым. Сіз қамалға кеттіңіз керек. Есікті құлтап жүрсіз ба? Ай, қазір. Ол қандай қылмыс жасады? Қарызын қайтармаған үшін
Бұл жерде 2 жыл отыру керек. Арыз жаздың ма? Иә. Арызда анау парақ. Вот түсіндім, бара бер. Мен шығарыңдаршы. Сен сол жерде 1 жыл отыр, сосын барып шығарсын. Қарызыңды қайтаруың керек еді. Өтінем. Мақсат. Өтінем, оны жіберіңіздерші. Өкінішке орай жоқ. Неге? Мақсат. Ойындама. Үйге барам, ойындамаңдар. Мен өзі кім асырайды? Өтінен жіберіңіздер соны. Оны жіберсін қанша ақша керек? Оны жібермейміз. Заң бойынша ол жерде отыру керек. Өтінем шығарыңыздаршы. Мақсат, сен кімге қарыз болып жүрсің? Мен қарызымды қайтара алмадым. Мен оған үй сатып алдым. Сен қой дегенсің ғой. Сен шығармайсың. Шық. Сау бол, Мақсат. Тоқта. Şimdi tak. Kim bu? Anam gelgen шығар. Ora, anam geldi. Kim bu? Kızım, men qo'ya tutaшы. Anашым. Сіздер неге мені тастап кетесіздер бір өзіне? Мен қатты қорықтым. Қорықпа, қызым. Біз сені қасып кеткен жоқпыз. Жарайды, менің қарным ашты. Үйде жейтін ештеңе жоқ екен. Неге тамақ дайындап кетпедің? Ол қазір магазинге барамыз. Сосын мамасы мен қызы магазинге шығып бара жатқанда, қызым машинада қалып кетеді, да потом мамасы екен қақты, мамасы екен көз жұмады. И потом бұл үйге көріп тұрғандарына иісі кіріп кеткен. Сосын бұл үйге сол рухтары кіріп кеткен. Әкесі түрмеден шыққан соң басқа жер бір әйел тауып, сонымен тұрмысқа шығып, сонымен кетіп қалған. Бұл үйді ойына да алған жоқ еді. Вау, күшті оқиға болды. Қызықты оқиға екен. Фуй, орындығын қараш. Фу, не деген желкеншікті үй мынау. Олай деме. Бұл жерде жинасаң, тап-таза болады. Мен қорқып жатырмын. Қорқпа. Қатты ашқаналарың келіп тұр. Ашқаналар ма бұл жерде? Басыма сен ашқаналар жоқ қоқта. Ашқанаға барғым келіп тұр. Ашқана. Үйге қайтақшы болды. Үйге қайтақшы, қатты қорқып жатырмын. Фуй, ямайын. Сыз кетті, қайтақшы, бұл жаман екен. Жарайды, қайтақ. Жақсы болды, ашқаналар білетін болды. Қорқыным басылды ғой. Кеттік онда. Достар, не болды? Мынау өзімен өзі ашылды. Сая, қош, жүрсіге кетейік. Шынымен есік өзімен өзі ашылып кетті. Қолының ұшы деген жоқ. Ема, Сая, сен шынында айтып тұрсың ба? Я өз көзімен көрдім. Тез кетейік, рухтар оянып жатқан шығар. Мама. Нелі, сен жыныс ойнап жылап жатсың? Қорқып жатырмын. Тез кетейік бұл жерден. Я, жыламашы. Тез кетейік. Кеттік. Достар, осымен екінші бөлім бітті. Енді үшінші сериясын көріңіздер. Подписать етіп, лайк басып отырыңыздар. Комментке жазыңыздар. Сау болыңыздар.